Серіктестер Бепик компаниясы. Кеш жарық Бепик компаниясының серіктестері және біздің осы тікелей эфирімізге жиналып отырған қонақтарымыз, қош келдіңіздер. Менің есімім Райхан Жаманқұлова, Тараз қаласының тұрғынымын, жасым 55-те. Бепик компаниясының серіктесімін, достар. Бүгінгі жағымды жаңалықпенен және керемет ақпараттармен бөлісетін мен боламын, достар, сіздердің алдарыңызда. Енді бүгін тікелей эфирде мен жақсы естіліп отырсам, достар, астына кім қай өңірден екен және қосу деген белгіні қоя өтсеңіздер, және түсінбей отырған кісілер астында мынау хат жазатын жері бар, сол жерден сұрақтарыңызды қойып отырсаңыздар болады, мен артынан жауап беремін, достар. Енді бүгінгі тікелей эфирдің тақырыбы кәнекей қосу белгіні қойып жіберіңіздер, достар, мен жақсы естіліп тұрмын ба? Жақсы естіліп отыр екен, дұрыс. Бүгін тікелей эфирдің тақырыбы, достар, біздің өздеріңіз біліп отырғандай, біздің Бепик компаниясының өте керемет ақпараттары. Бепик компаниясы бұл деген әлемдік нарықта қазіргі таңда аңыз болып бара жатқан компания, алдыңғы шепте жүрген бүткіл мынау интернеттегі, мынау жүйелі бизнестегі, алдыңғы шептегі бизнестардың біреусі және жүйелік бизнестің біреусі, достар. Енді Бепик компаниясы 2016 жылы өзінің сертификат лицензиялары менен Америкада әлемдік нарыққа шықты. 2017 жылы ол одан да әлемдік нарыққа шыққанын көбейте бастады. Яғни бүткіл елдерге қазіргі таңда 250-дей мемлекет жұмыс істеп жатыр. 180 мемлекет өзі бір дегенде қабылдады, достар. Оны қалай қабылдады дейсіздер ғой. Енді Бепик компаниясының өзінің иегерімен таныстыратын боламын. Ол біздің Дэн Путнам деген кісі, ол Америкада, тек қана Америкада емес, Европада да, және біздің тиімді елдерінде де қазір өте танымал кісі, миллиардер, өзінің 25 этажды ғимараты бар, және Бепик компаниясына арналған біздің заводымыз бар. Біз интернеттен тікелей заказымызды береміз, достар. Заказымызды берген уақытта бізге ортамызда делдал жоқ, және де бізде представительство дейді, в Казахстане деп атады представительство, және де басқа тиімді елдерінде ондайымыз жоқ. Яғни Бепик компаниясы мына ортада делдал жоқ болғаннан кейін подделкасы жоқ екен, достар. Бепик компаниясының заводы штат Ютада орналасқан, және біздің ғимаратымыз Майамида. 2017 жылы бұл Бепик компаниясыны бірақ өнімменен шықты. Оны өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда аты аңызға айналып атқан Elevate өнімі. Бұл ақылды өнім деп аталынады, және 21 ғасырдың өнімі деп аталынады. Бұл Elevate'тің ішінде 23 түрлі компонентіміз бар. Яғни, бұның ішінде көптеген саңырауқұлақтар, 7 түрлі саңырауқұлақ бар, достар. Сіздер білесіздер ме? Мына суреттен қарап отырыңыздар. Мына жерде жасыл капсулалар тұр, қасында, мына коробканың сыртында Elevate-тің. Бұл жасыл капсула, бір қана капсуланың ішінде 23 түрлі компонент бар. Саңырауқұлақтардан басқа 30 келі жеміс жидектің сығындысы бар, және витаминдердің, көптеген витаминдердің қосындысы бар екен. Бұл күндізгі тамақ қоспасы, химиясыз, консервантсыз, синтетикасыз табиғи өнім. Таза табиғи өнім деп аталынады. Elevate'ті қолданғаннан кейін біз өзіміз сеземіз, достар, күш қуат береді бұл Elevate адамға. Күш қуат бере отыра біздің депрессия, стресс, бұна жүректегі қобалжу, сондай нәрселердің бәрі кете бастайды. Осы екеуі тұрған кезде біздің иммунитетіміз өте жоғары деңгейде көтеріледі. Достар, есте сақтау қабілетіміз, және де мына нерв жүйелері қалпына келтіреді. Есту қабілетімізде жөнделінеді. Адамды жасартады, жасын ұзартады. 700-ден астам ауруға өзінің профилактикасын жүргізеді екен. Қазіргі таңда Elevate-ті қолданған адамдар көптеген өзінің денсаулығынан жақсарып жатыр. Бұл Elevate өнімі біздің ішімізді тазартады, адамды жасартады деп жаңа айтып кеттім, Міне, достар. Енді
Тура бір жылдан кейін компания бізге тағы да бір керемет өнім сыйлады. Ол түнгі тамақ қоспасы Accelerate деп аталынады. Достар, мына суреттен қарап отырсаңыздар, екі түрлі капсула тұр. Біреусі ақ түсті капсуладан және күлгін түсті капсуладан, екі түрлі капсуладан болып келеді екен. Бұл Accelerate'тің ішінде Elevate'ке қараған уақытта 36 түрлі далада өсіп тұрған шөптердің сығындысы екен, тамырынан алынған сығынды. Яғни ақ капсула бізге түнде ұйықтап жатқан кезде ұйқымызды тыныштандырады, нерв жүйемізді қалпына келтіреді, есте сақтау қабілетімізді қалпына келеді екен. Ал күлгін түсті капсула ол біздің ағзамызды тазалайды екен. Яғни біздің ағзамыздағы паразиттер, шлактар, токсиндер, мына ауыр металдарға шейін солардың бәрін ішінде пробиотик, пребиотик, энзим дегендер бар. Солардың бәрі түнде солардың бәрін қоршап алады да таңертең жұмсақ дәретпенен сыртқа шығарып жібереді екен. Бұның ішінде де неше түрлі витаминдер, достар, микро-макроэлементтер, кальций, магний, железо, цинк, йод деген осындай біздің микро-макроэлементтер бар екен. Енді мен жаңа алдында айта кеттім, достар, бұл өнімдерді ақылды өнім деп атамыз да. Не үшін ақылды өнім? Бұл өнімдерді ішкеннен кейін біздің ағзамыз су сұрап тұрады. Яғни су ішу керекпіз, көптеген суды ішу керекпіз, сондықтан ағзамыз су сұрап тұрады. Компания оны да бізге ойластырып қойған, бір жылдан кейін бізге тағы да керемет өнімді ұсынды. Ол Hydrate деп мына көріп тұрсыздар, мына бутылкада Hydrate өнімін көріп тұрсыздар. Бұл бізге не береді? Адамның ағзасында қышқыл 7-5, 8-5 болу керек екен. Осы өнімді ішкеннен кейін адамның қышқылы өзі нормаға келеді. Ал қышқыл көп жерде бізде паразиттер көбейеді екен, онкология көбейеді екен, достар. Меңдейді екен да. Сондықтан біздің қышқылымызды нормаға келтіріп тұрады. Яғни төбесіндегі бір қалпағы 4 литр суға арналған. 4 литр суға салғаннан кейін судың қышқылын нормаға келтіріп, судың ішіндегі паразиттерді өзіне тартып, достар, суды ионный кальциймен қамтамасыз етеді. Ал бұл суды біз ішкеннен кейін біздің ішіміздегі де, біздің ағзамыздағы да қышқылымыз қалпына келтіреді, дағы паразиттер сыртқа қарай шығады екен, мына достар. Енді келесі өніміміз, компания бізді тек қана ересектер емес, үлкен, кішкентай біздің бүлдіршіндерімізге де арнап керемет өнім шығарды. Көрдіңіздер ме, мына суреттен көріп тұрсыздар, Great Kids деп аталынады. Балаларға арналған тамақ қоспасы. Бұл да 100% табиғи өнім, химиясыз, консервансыз, синтетикасыз, нағыз табиғаттан алынған шөптердің және де жеміс-жидектердің, витаминдердің қоспасы. Great Kids'тің мына қасында көріп тұрсыздар, 2 стик бар. Ол біреусі қара мүкжидек және екіншісі апельсиннен құралған. Бұны ішкен біздің балаларымыздың денсаулығы өте жоғары деңгейде көтеріледі, иммунитеттері де көтеріледі, күш қуат пайда болады балаларда, жақсы көңіл күй сыйлайды, ұйқылары да жақсарып, тәбеттері де тамаша болады екен, достар. Енді бұл өнімдердің бәрі шыққаннан кейін әрине бізге сертификат, лицензиялар керек. Ол әлемдік 13 сертификаты бар компания. Бірінші күннен бастап халал, веган, кашер сертификаттар бар. Және де GMP, ICO, FDI сертификаттар. Достар, ақш құрама штаттарының, Швейцария, Германия біріккен сертификаттары бар. Юта штатының бөлекше сертификаты бар. Ол да әлемдік сертификаттарға жатады екен, достар. Міне көрдіңіздер ма? Енді біздің өзіміздің егеріміз осы Қазақстанға келген уақытта, 2021 жылдың қараша айында келген уақытта, ол да біздің өзіміздің еліміздегі мұсылмандар одағы бізге арнап сертификатты 5 жылдан кейін жаңалады. Ол да қайттан бізге халал сертификатын берді. Компаниямызға 5 жыл болды, достар. Міне 6 жылға кетіп бара жатыр. Әлемді
жаулап алды десе де болады. Бір деген уақытта 250 мемлекетте осы өнімдерді қолданып жатыр, достар. Көрдіңіздер ма? Мына осындай керемет тамаша өнімдеріміз бар. Денсаулықты жақсартатын, көңіл күйді сыйлайтын, біздің иммунитеттерімізді жоғары қарай көтеретін осындай тамаша өнімдеріміз бар. Ал енді одан кейінгі өніміз, мынау өздеріңіз білесіздер, осыдан 1-2 жыл бұрын мынау пандемия басталған кезде, коронавирус басталған кезде бізде компания бізге арнап, мына атынан көрініп тұрғандай иммун деген өнімімізді бізге ұсынды. Қазіргі таңда бұл өте әрбір үйде, біздің әрбір отбасында осы Бепик компаниясының өнімдерін қолданып атқан, біздің серіктестердің қолдарында да әрқайсысында жүр, достар. Осы өнімдерді қолданғаннан кейін біздің бұрыннан ішіп келе жатқан, осы өнімдерді қолданып жатқан серіктестеріміз коронавируспен ауырған жоқ. Ал жаңадан келген біздің серіктестер болып, жаңадан осы коронавируспен ауырған болса, онда тезірек көтеріліп жатыр. Біздің арамызда осы компанияда өлім тіркелген жоқ. Аллаға шүкір, достар. Мына осындай иммун өзі біздің иммунитеттерімізді жоғары қарай көтереді, достар. Біздің мына қан қысымын, жүрек қысымын қалпына келтіре отырады. Өзі мына сыртындағы бояуынан көрініп тұрсыздар. Ол витаминдер, С витаминдері өте көп екен. Ағзаны табиғаттағы вирустар, мына табиғи әлемдегі вирустардан өте жоғары қарай көтереді екен. Одан кейін компания бізге арнап бикардио деген өнімді шығарды, достар. Өзі атынан көрініп тұр. Көріңіздер, мына қасында жүрек тұр, жүректің суреті тұр. А кардио деген ол жүрек, достар. Қазіргі таңда бұл да әрбір біздің серіктестердің қолдарында, әрбір біздің клиенттеріміздің қолында. Сондықтан бикардио өнімі атынан көрініп тұрғандай өте тамаша өнім. Мына жүректердің қобалжуын, жүректің соғуын, қан қысымының жоғарылауын, ер адамдардың әлсіздіктерін, әйел адамдардың ауруларын, кішкентай балаларға да болады екен. Бұл 2 қабат келіншектерге де болады. Сондықтан осы бикардио өнімі кішкентай біздің бүлдіршіндерімізден бастап үлкен біздің кісілерге шейін қолдануына болады. Бұл тез бір 5 минуттан кейін өзі жаңағы жұмысын жасай бастайды екен, достар. Одан кейінгі өнімдеріміз, достар, қазіргі таңда көптеген өнімдеріміз бар. Одан кейінгі өнімдеріміз қазір экологияға байланысты көптеген біздің экономия үнемдеу, яғни компания бізде тамаша ойластырып қойған. Білесіздер ма, қазір экология өте ауыр, ауада өте ауыр. Сондықтан біздің компания тек қана адамдардың денсаулығына арнап мынандай өнімдерді шығарумен басқа біздің мына экологияны да ойлап отыр. Өйткені компанияның миссиясы әр адамға жақсылық жасау. Көрдіңіздер ме, біз тек қана әр қаламызда осындай экология, осындай, мына Алматы қаласының экологиясы, мына Көктөбеге шықсаңыздар, өздеріңіз білесіздер, қала мына смог дейді, тұман сияқты болып тұрады. Ол әр қалада да бар. Өйткені біздің әрбір қаламызда мына автомобильдер өте көбейіп жатыр. Сондықтан осы ауаны жұтқан адамдардың, мынау көрдіңіздер, бүйрек ағзасындағы бүйрегі, бауырларын мынау көріп отырсыздар. Сондықтан қазіргі Экофуэл Тапс деген өнімді компания бізге арнап, ол да ұсынды. Біз қазіргі таңда өте жоғары деңгейде қабылдап жатырмыз. Мысалы, Америкада бензин таза болғанымен ол жерде тапшы екен. Ал бізде тмд елдерінде бензиннің мына сапасы өте төмен болғандықтан біздің бензиннің үнемделуі, бензиннің экономиясы өте төмен. Сондықтан
мына Fuel Tabs деген өнімді шығарды. Бір таблеткасы 100 литр бензинге арналған екен. Яғни біз бұны автомобильге қосқанымызда автомобильдің үнемдеуі 30%-ға шейін төмендейді екен. Яғни бензиннің үнемдеуі 30%-ға шейін жоғарылайды, достар. Көрдіңіз ба? Әрбір 5-ші бак бізге тегін шығады екен. Бензиннің мына көріп отырсыздар, автомобильдің мынау двигателі дейді, қозғалтқыштары, мына клапаны, солардың бәрі тазалайды. Бензинімізді тазалап шығарғаннан кейін, ол яғни 15%-дан 30%-ға шейін өте үнемдеуі басталады, үнемделінеді екен, достар. Енді автобустарды қарайтын болсақ, ол қазіргі таңда бір айдың ішінде біздің автобустар, мына қарап отырыңыздар, экономиясы. Автобус бір айда 206 мыңға шейін үнемдейді екен теңгені, қараңыздар, 30% болған уақытта. Ал жылына 2 миллион 500 мыңға шейін теңгені үнемдейді. Осы біздің жаңағы биік Fuel Tabs'ты қолданған адамдар. Ал мына фураларды қарап отырсаңыздар, ол айына 688 мың теңгені үнемдейді. Ал жылына 8 миллионды үнемдеп отырады, достар. Ал автомобильдер, жеңіл автомобильдер, жеңіл көліктер, бұлар 34 мыңға шейін, 34-35 мыңға шейін бензинді үнемдейді, ал жылына 412 мыңды үнемдеп шығарады екен. Тек қана денсаулықты емес, қазіргі таңда осы автомобильдерге де осындай өнімдеріміз бар. Ал енді, достар, одан кейінгі өніміміз, достар, бізге тек қана мына денсаулық жөнінен және мына автомобиль жөнінен шығарып қойған жоқ компания, бізге косметика жағында осында. Оны да білесіздер, қазір көп біздің әйел адамдары, бізде ер адамдар да өнімді қолданып жатыр. Сондықтан бізге Rejuvenate деген өнімді компания осы тарту етті, ұсынды бізге, біз қабылдадық. Өйткені көп адам баласы косметикамен қолданады екен. Сондықтан Rejuvenate өнімі қазір ол тек қана бетке емес, ол бүткіл теріге арналған, достар, бүткіл терімізге. Ол біздің ең бірінші ұсақ әжімдерді, бертін келе үлкен әжімдерді, адамның бетін ағартады, мына қарадақтарды жөндейді, достар. Одан кейін тыртыққа да, мына күйген жерлерге де өте үлкен көмегін тигізеді. Қазіргі таңда мына суреттен көріп отырсыздар, достар, мына қараңыздар, біздің серіктестердің суреті осы жерде тұрған. Мына біздің Алматы облысындағы серіктесіміз бұрын осы өнімді қолданбай тұрып, түрін көріп тұрсыздар. Осы біздің Rejuvenate өнімін қолданғаннан кейін, бірнеше уақыттан кейін мына бет аузы қалпына келтіріп, ұсақ әжімдері тартылып, көзінің айналасындағы әжімдері тартылды. Ал енді мына кісі біздің Израильдегі серіктесіміз ауыз қуысының, мұрын қуысының, мұрын жақтарының, мойындағы әжімдері тартылып, қазіргі таңда мына жоғары жақтағы суретін көріп тұрсыздар, қалпына келе бастады. Енді безеулерді де білесіздер. Қазір біздің жасөспірімдер ғана емес, үлкен кісілерде де мына безеуден өте зардап шегіп жатыр. Сондықтан мына қызымыздың суретін қараңыздар, бұрынғы безеу беттері осы біздің Rejuvenate жаққаннан кейін беті қалпына келе бастады. Акне дейміз, достар, мына беттің орнындағы безеуден кейін тыртық болып қалады. Мына біздің Гүлфира деген біздің серіктесіміз осы өнімді жаққаннан кейін бетіндегі тыртығы мына тартылып, қазір беті қалпына келді. Мына кісі 32 күндегі нәтижесі. Бұл көздің айналасындағы ұсақ әжімдері тартылып, бертін келе үлкен әжімі де тартылғанын көріп отырсыздар суреттен. Мына кісінің шекесіндегі, мұрнының жанындағы, ауыз қуысының жанындағы әжімдері тартылды. Осындай бетке арналған сары суымыз, бұл да табиғи өнім, годжи жидектерінің тамырынан алынған сығымды, бір өзі 75 миллилитр 75 рет жаққанға арналған, және де мына бүткіл басқа компаниялардың 15-16 түрлі косметикасын бір ғана өзі атқарады. Бұның ішінде маскасы да бар, лифтинг де бар. Бұл жаңағы ботокс пенен пластикалық операцияны өзі атқарады екен, бір өзі қызмет етеді.
Көрдіңіздер достар, осындай біздің керемет нәтижелер бар. Енді қарап отырыңыздар, біздің өнімдерден алған нәтижелеріміз бар достар. Ол суретте қазір біліп отырсыздар, қазір псориаз ауруы да көптеген жан жағымызда да бар, біздің айналамызда өте көп нәтижелерге сондықтан псориаз ауруымен ауыратын біздің қазіргі өзіміздің мына суретті көрсетеміз. Біздің Марита деген қызымыз бұрын соңды псориаз ауруымен өте қатты ауырған. 20 жылдай ауырған, 15-20 жылдай ауырған достар. Бүткіл денесі меңдеп кеткен болатын. О қыздың аяғында да, қолында да, денесінде де және ашық киім кие алмаған. Көріп отырсыздар, иә, суреттен. Сондықтан қазіргі таңда осы біздің өнімдерді іше отыра, осы өнімдерді қолдана отыра, Маританың өзінің суретін көріп отырсыздар. Қазіргі таңда мына ашық киім киіп, қолындағы псориаздары толықтай жазылды десек болады. Ал енді мына суреттен қарап отырсыздар, мына аяқтың тоққа күйген мына кісі, біздің Кавказдағы серіктесіміз. Тоққа күйгеннен кейін мына аяғы трофическая язва дейді бұны, аяғы шіри бастаған. Сондықтан мына бірінші күні түсірген, 10 айдан кейін аяғын қараңыздар, осы біздің өнімдерді ішкеннен кейін, қолданғаннан кейін және жаққаннан кейін 10 айдан кейінгі нәтижесін көріп отырсыздар. Енді достар, барлықтарыңызға танымал, көптеріңіз білесіздер, айналамызда өте көптеген осы аурумен ауыратын адамдар бар. Қазір бұл қазақшасы алапес деп аталынады, орысшасы витилиго достар. Енді витилиго ауруы қазір баяғыда шанда көруші еді, қазіргі таңда кішкентай балаларымызға шейін бар бұндай ауру. Енді мына кісі біздің Қырғызстандағы серіктесіміз, бүткіл беті витилигомен, жаңағы алапес ауруымен ауырған кісі, қазіргі осы өнімдерді ішкеннен кейін 1 жылдан кейінгі нәтижесін көріп отырсыздар. Беті тап-таза болып, беті жабылды. Ал енді мына суреттегі әдемі қызды көріп отырсаңыздар, бұл біздің Раушан Кабижанова деген Астанадағы серіктесіміз. Бұрын өзі бұл онкология достар, онкологиядан да бізде нәтижелер бар. Сондықтан Раушанымыздың басында ісігі болған, онкология болған. Қазір осы өнімдерді ішкеннен кейін толық деңгейде жазылды біздің Раушан. Қазір өзімізбен бірге жұмыс істеп жүр. Енді балалар арасындағы диатезді де білесіздер, иә достар? Диатез ауруын білесіздер. Ол балалардың тәтті жеп қойғаннан кейін ана сүтімен де барады тәтті деген, не? Сондықтан біздің мына кішкентай бүлдіршініміз мына осы біздің өнімдерді қолданғаннан кейін, мына 3 күннен кейінгі, 6 күннен кейінгі нәтижесін көріп отырсыздар. Қолының арасы жабысып қалған. Ал енді достар, біздің айналамызда да бұна ауру десек те болады, бұны өте қолайсыз жағдай, адам салмағын жоғары деңгейде көтеріп алады. Қазір жақын арада 1 аптаның ішінде ғана бізде осындай нәтиже болды. Ол рекорд достар. 68 килограммға мына кісі салмағын тастады. Біздің өнімдер арқылы. Өйткені біздің өнімдер табиғи формаға келтіреді. Достар, көрдіңіздер ме? Өте дұрыс тамақтану арқылы адам табиғи формаға келтіреді. Міне бұрынғы суретін көріп отырсыздар достар, қандай екенін. Қазір осы біздің өнімдерді ішкеннен кейін -68 килограмм. Өзіміздің Кавказдағы серіктесіміз бұл кісіде. Альбина. Енді анорексияны да білесіздер, иә достар, салмақты қоса алмай жүрген көп кісілеріміз бар арамызда, әсіресе жастар жағында да көп кездеседі. Қазір мына теледидардан да көріп жүрсіздер, көптеріңіз осы аурумен ауырып, ана дүниеге аттанып жатқан адамдар да бар. Сондықтан мына анорексия ауруы, осы біздің медицинаның, көбінесе медицинада бұның шамасы келмейтін ауруларды көрсетіп жатырмын мен достар. Медицинада шамасы келмейді, сондықтан осы анорексия ауруымен біздің өнімдерді қолдана отыра, осы қызымыз анорексиядан жазылды. Енді мына суретті көрсетуге мен әрдайым осы құштар болып отырам, өйткені бұл жігіт, сап-сау жігіт, арамыздағы спортсмендер достар. Біздің спортсмендердің қолдарында мына Elevate өнімі тұр, иә? Өйткені спортсмендер допинг контрольға, допинг тест тапсырады. Біздің өнімдердің табиғи өнім екенін осы жерден де байқауға болады достар.
достар. Мына Дмитрий Петровичев деген өзіміздің әлем чемпион атағын алған гиревой спорттан. Сондықтан бұл кісі мына осы қолында Elevate өнімі бар. Біздің өнімдердің ешқандай химиясыз, консервансыз, синтетикасыз, қоспасыз, нағыз табиғи өнім екен Дмитрий Петровичтен көруге болады. Және бұдан да басқа біздің спортсмендеріміз бар. Сондықтан достар, жан-жағыңызға, айналаларыңызға айта жүріңіздер. Біз медицина, көбінесе алдындағы суреттердің бәрі медицинада шамасы келмейтін көп ауруларды көрсеттік. Ол алапес ауру, псориаз ауру, экзема дейді, мына акне дейді, жаңағы толық анорексия дейді. Сондай ауруларды көрсетіп отырдық. Енді қазіргі таңда тек қана мен суреттен көрсетіп отырмаймын. Қазіргі таңда біздің арамызда өзіміздің серіктестер де бар. Солар нәтижелермен бөліседі достар. Біздің осы өнімдерді қолданып керемет нәтиже алған арамыздағы серіктес, мынау біздің Жамбыл облысы Меркі ауданынан Айман деген кісіміз, Айман Аманбаева кісіміз қазіргі таңда өзінің нәтижесімен бөліспекші. Айман, микрофонды ала қойсаңыз, Меркеге барып танысып келген кісім бұл кісі. Сондықтан Айман, микрофонды алып, өзіңіз мына біздің осы чаттарда біздің зумда тікелей эфирде отырған адамдарымызбен өзіңіздің нәтижеңізбен бөлісе қойыңызшы. Саламатсыздар ма серіктестер? Саламатсың ба, Райхан? Саламатсыз ба? Мен Меркі ауданының тұрғынымын, жасым 67-де. Осы 58 мен акселерді қаңтар айынан бастап ішіп келе жатырмын. Менде өте жақсы нәтиже, керемет нәтиже. Июль айында менің ішімнен құрттар түсті. Оны дәрігерлер тениаринхоз деп айтады екен. Ол өте сирек кездесетін құрт екен. Осы акциялермен жаңағы 58 ішкеннен кейін тағы мен іштім. Биокардион іштім. Өте жақсы нәтиже болды менде. Жүрегім жақсы қазір, нервтерім жақсы болып қалды. Давление жақсы, запор бар еді менде, запор жақсы. Өте жақсы нәтиже менде. Жолдасыма бердім, жолдасым ішіп жүр, қызыма бердім. Сосын базарда бір істейтін келіншек бар еді, бұрын мен больницада жатқан. Сол келіншек 15-16 жыл болған ғой, ревматизм, полиартрит асқынып кеткен ғой. Ташкент қаласында да болып емделген, бірақ емін таба алмай жүрген. Тек қана жаңағы ауруды басатын нелермен жүрген ғой, уколдармен. Сол келіншек бір ай болды ішіп жүрген. Ода да өте жақсы нәтиже. 2-ші ай заказ беріп алды. Ішіп бастады 2-ші айын. Ода да жақсы нәтиже, уколдарды тастады. Сондай керемет нәтижелер. Айман, рахмет. Енді осы өнімдерді сіздің ішіп атқаныңызға қанша уақыт болды? Қаңтар айынан бастап ішіп жатырмын, 9-шы ай болды. Қаңтар айынан бастап. Мына осы 8-9 айдың ішінде сіздің мына запорыңыз кетті, ішіңіздегі біраз жаңағы паразиттер шықты, іштеріңізден. Өте керемет. Рахмет, сізбен керемет нәтижеңізбен бөлісіп жатырсыз. Сіздерге ары қарай жан-жағыңызға осы өнімдерді бөлісе жүрсеңіз, қаншама адамдарға сіздер жақсылық жасайсыздар. Рахмет сізге, өзіңіздің нәтижеңізбен бөлісіп отырсыз. Ал енді келесі біздің серіктесіміз, тағы да біздің келесі серіктес, ол өзінің нәтижесімен бөліседі. Ол осы Тараз қаласынан біздің Ләззат Данаева деген біздің серіктесіміз. Бұл кісіде керемет нәтиже бар. Ләззат, микрофонды қолыңа ала қойшы. Қандай керемет нәтижемен бөлісе қойшы. Кеш жарық, достар. Саламатсыздар. Райхан, рахмет саған арнайы нәтижелерді бөлісуге шақырып отырғаныңа. Мен өзімді таныстыра өтейін. Мен Тараз қаласының тұрғынымын. Аты жөнім Данаева Ләззат. Жасым 57-де. Мен осы BP компаниясының Elevate өнімін қолданып жүргеніме 3 жылдың көлемінде болып қалды. Осы Райханның арқасында мен осы
өніммен танысқанмын. Осы өнімді ішердің алдында менде мысалға көптеген учеттарда тұратынмын, врачтарда. Бірінші очередте мен бұл өнімді ішкеннен кейін, қолданғаннан кейін менде өте керемет нәтижелерім. Қан қысымым тураланды, анемиям орнықты, және де мына көкірегімдегі мастопатиям, кистам кетті. 2011 жылы мен травма алған болатын, белім сынып. Сол травма кезінде менде грыжа, шморля, протрузия пайда болған болатын. Содан еңкейіп онша жүре алмайтынмын. Сол грыжаларым, нелерім орнықты. Және де жас күнімнен бері келе жатқан анемиям бар етін. Өмірі 80-нен көтерілмейтін анемиям, қазіргі таңда 120, Аллаға шүкір. Бірінші Аллаға, екінші мына Райханға рахметімді айтамын, осындай өніммен мені таныстырғанына. Және де оның ішінде ең не айта кетерім, менің немеремде витилигасы бар етін. Сол витилига кетіп жатыр. Қазақша айтқанда алапес ауруы ғой. Сол кетіп жатыр. Оның үстіне, мен екінші қызым осы екі нәрестесінен кейін көтермей қалған. Сол осы өнімнің арқасында 9 жылдың ішінде мені көтеріп, қазіргі таңда қызы 1 жастан асып кетті. Менде осындай өте керемет нәтижелерім бар. Және де осы өзімнің, қалай айтсам болады, потребитель дейміз ғой енді, қолданушылар деп айтамыз, партнерлар ішіндегі потребительдерімнен, онкология ауруынан жазылған қыздарым бар. Өте керемет нәтижесімен. Осындай көптеген жақсы нәтижелері көп. Мынау енді уақытымыз тығыздау болғаннан кейін оның бәрін енді келе әлде көп кездесулер болады. Сол кездесулерде айтып жатармыз. Өте өнім керемет болғандығы соншалықты, бұл өнімді негізі жай ғана айта қоймай, айқайлап та, сондай қол бұлғап та шақыруға болады бұл өнімді қолдануға. Және де осындай көптеген жақсы нәтижелер болып жатқандықтан. Ләззат естілмей қалды. Естілмей қалды. Енді естіліп тұрмын ба? Естіліп жатырмын ба? Естіліп жатсың, Ләззат, аха. Не дейміз, осындай көптеген ковид кезіндерде, мысалға мен қанша ковидтердің ішінде жүрдім, неде жүрдім, ешқайсымыз ковидпен ауырған жоқпыз. Өте көптеген нәтижелер болды, және де оның ішінде өзімнің жолдасым 75% ковидпен ауырды. Осы акселерейт, осы электердің арқасында, осы өнімдердің арқасында сол нелерді жеңіп шықты, ковидті жеңіп шықты десем де болады. Осындай көптеген керемет нәтижелер болып жатыр. Бізге жаңадан қосылып отқан кісілер болса, бұл өнімді ешқандай ойсыз, несіз қолдансаңыздар болады. Рахмет, Ләззат. Енді, Ләззат, сенің өзіңнің серіктестердің арасында да керемет нәтижелер бар. Ол ғана енді жаңа айта өттің ғой, серіктестердің арасында онкологиядан результат бар. Ол бізде ең бірінші тіркелген қыз, 25 жасар қыз, ол онкологиядан жазылып, қазір толықтай жұмысқа шықты. Енді кішкентай бүлдіршін 6 жасар бала, ол да комадан шыққан, ұмытып бара жатырмыз, иә? Сол нәтижені айта шықшы. Осы мен онкологияда жазылған қыздың ағасы үшін қатты аварияға түседі да, соның ішінде жаңа ағасы қайтыс болып кетеді, оның артында 2 немересі, жеңгесі үшеуі қалады. Жеңгесі енді ішінде қатты жарақаттанған жоқ,
оның үлкен баласы менен жаңағы 2 бала ғой, енді 2 бала қатты жарақаттанды. Оның екіншісі де онша не қыла қойған жоқ, ол жылдамырақ өзіне келді. Соның ішінде жаңағы 6 жасар бала комаға түсіп, в общем, басы ісіп, гематом болып, оны енді врачтар ар емдеп, бер емдеп болғаннан кейін, енді біздің ешқандай әлсіз, біз уже ешқандай ем жасай алмаймыз. Может, сіздерге жаңағыдай спортсмендердің қолданылатын жаңағыдай допинг сияқты нелер болады ғой, может, соны саламыз ба деген уақытта жаңағының енді апасы болып келеді ғой, апасы сол бізбен хабарласып, негізі бізден сұрады, мен не істесем болады, қандай жағдай не қылады деп. Сосын біз осы Райхан екеуміз әйтеуір екі жақтап жүріп жаңағы келісімге келтірдік ол кісіні. Сен өзің мысалға осындай керемет продукция қолымызда тұрған кезде, өзіңге мысалға қызыңнан осындай жақсы нәтижелер бар, сен осыны беріп көрсейші деп, осы элевейтті бергіздік біз, элев 8-ді, и сосын детский питанияны бергіздік. Сол детский питанияның арқасында 2 аптаның көлемінде сол бала уже апа деп айтып, одан кейін 1 айдың көлемінде уже өз-өзіне келіп, отырып, жаңағыдай сөйлеп, қазіргі таңда уже ол бала уже 1-ші классқа барып жатыр. Сондай бізде өте керемет результаттар болып жатыр. Енді ол бүткіл ата-анасы емес, дәрігерлер де біз ешқандай қолымыздан келмейді деп үмітін үзіп тұрған кезде, мысалға осы біздің өніміміздің соншалықты күштілігі, кереметтігінен бала бері қарады. Аллаға шүкір, тоба, қазір әйтеуір мектепке барып жатыр. Өте осындай керемет нәтижелер болып жатыр. Рахмет, Ләззат. Рахмет, өте керемет нәтижелер. Енді сенікін қайталап айтпай ақ қояйын, өзің бір ғана отбасының өзінде неше нәтижелер болып жатыр. Өте керемет нәтиже. Мынау өзіңнің отбасында, сенің жолдасың 75% коронавируспен ауырды, одан жазылды, одан кейінгі алапес ауру, ол кетіп бара жатыр, қызы бесплодие дейді да, бесплодие емес, жаңағы көтермей қалған ғой, 9 жыл бойы көтермей қалған, содан кейін осы өнімдерді қолданғаннан кейін бала көтерді, бала сүйді, иә қызың, өзіңде жаңағы грыжа позвоночника дейді, өте керемет нәтиже, Ләззат. Енді сен тек қана өзіңнің отбасың емес, сенің өзіңнің серіктестерінің арасында да керемет нәтиже. Онкологиядан да сенде нәтижелер бар командаңның ішінде. Мына көрдіңіздер ма, бала бүткіл семья аварияға түсіп, сол жерден бала комада жатты. 28 күн ба комада жатқан, 28 күн комада жатып, сол біздің өнімдердің арқасында сол бала комадан шықты. 28 күннен кейін мынау Great Kids өнімін тек қана мына труба арқылы, мына трубочка арқылы, мына тамағына құю арқылы сол баланы комадан шығардық, достар. Мына осындай керемет, бұл өнімдерді тек қана жай айтпау керек деп отырмыз ғой, жай айтпау керек, мұны айқайлап тұрып айту керек. Қандай өнімдер, қандай мынау денсаулыққа өте тиімді. Мынаны айтқан кезде, ең бірінші осы нәтижелерді айтқан кезде менің жүрегім тебіренетін, жүрегім жылағым келетін, потому что өзіміз қаншама адамдарға жақсылық жасап отырмыз, жақсылық жасай отырмыз, өзіміздікін ғана емес, елдердің де денсаулықтарын септігіміз тиіп жатыр. Бепик компаниясына өте көп рахмет, достар. Иә, рахмет, екеуіңе де. Аймандікі де керемет нәтиже, келгеніне мына 7-8 ағай болды, 8-9 ай сондай керемет нәтиже, и мына арамыздағы Ләззаттың да өзінің керемет нәтижелері бар. Бұл екі қана кісіде емес, достар, өзіміздің арамызда да қаншама нәтиже. Мен өзімді алатын болсам, менің есімім Райхан Жаманқұлова, жасым 55-те 56-ға қарай кеттім. Мен осы Бепик компаниясына денсаулық іздеп келген болатын, достар. Менің ең бірінші қан қысым
кысымым менің 235-ке шейін баратын, басым қалтаңдайтын, достар, қолым қалтырап тұратын. Сахарым дейді жағы, қантым менің ағзамдағы қантым 12-13-ке шейін баратын. Мына менің көзімнің көру 3-25 болатын, қазір 1-75, достар. Енді қараңыздар, белімде грыжа бар болатын, мойнымда зоб бар болатын, 9 сантиметр, 9 миллиметр 3 бөліктен тұратын диффузно-токсический зоб деп аталынады. Ал енді көкірегімде кисталар бар болатын, біреусінде дәу, екіншісінде кішкентай. 3 айдың ішінде 16 килограмм азған, достар. Көрдіңіздер ма? Мына бұрынғы суретім, 1 жылдан кейінгі суретім менің. Енді, достар, қазіргі таңда, мына өткен 2 апта ғана болды, осы Шымкент қаласына барып, клиникаға да барып, тексеріліп, қазір менде зоб жоқ, достар. Көкірегімде киста жоқ. Менің мына қан қысым бұрын 235-ке шейін барып тұрған болса, қазір 125-85, 120-80, достар. Бұл деген өте керемет нәтиже. Белім қисық болатын, белімдегі грыжам түзелді, достар. Мен салмағыма келдім, табиғи формаға келдім, достар. Осылай айқайлап тұрып айту керек. Өздеріңнің нәтижелерін ғой, достар. Оны ешқандай қосып алып атқан жоқпыз, жан-жақтан алып атқан жоқпыз. Өзіміздің нәтижелерімізді өстіп елдерге айту керекпіз. Өйткені біз сияқты, мына экология ма, жеп атқан тамағымыз ба, біз сияқты адамдар арамызда қаншама соларға жақсылық жасаймыз. Қазіргі таңда мен өзім мына Бепик ең бірінші Алла, екінші мына Бепик компаниясының иегеріне осындай бізге тамаша 100% табиғи өнім, 100% біз нәтиже аламыз. Сол кісіге мен үлкен рахметімді, үлкен алғысым шексіз, күнде айтам ол кісіге. Қазір одан кейінгі осы өніммен таныстырған адамға мен күнде рахметімді айтам, достар. Өйткені мен арқылы, мен өзімнің денсаулығымды ғана жөндеп қойған жоқпын. Біздің арамыздағы өзімнің жақындарыма, таныстарыма, инстаграмнан, интернеттен келген адамдарға қанша ona жақсылық жасап жатырмыз. Қазір біздің командамызда, достар, мен айта кетейін, біздің командамызда мен басқа жақты қойдым. Қазіргі таңда онкологиядан 6 результатымыз бар, 6 нәтижеміз бар, достар. Арамызда, солардың бәрі арамызда жүр. Мынау алапес ауруынан 8 нәтиже бар, достар. 8 адам нәтиже алып отыр. Мынау бала көтере алмай жүрген адамдар, олар 14 еді. Мына 1-2 күн болды, 1-2 ғана естідім, 15-ші нәтиже болды, достар. 15 әйел бала сүйді арамызда, достар. Мына осылай айту керек. Цирроз печени дейді. Цирроз апамызды үйіне шығарып тастаған. 6 айдан кейін апамыз, міне қазір, одан бері 2 жыл, 3 жыл өтті, апамыз 5-ші этажға шығып кіріп, жүгіріп жүр апамыз. 79-да етін ол кезде, қазір 80-нен асты. Цирроз печени дейді. Енді арамызда красная волчанка деген бұл. Ол да жаман аурудың біреусі. Красный волчанкадан жазылып, ол қызымыз бала көтеріп, бала туып алды, достар, арамызда. Псориаз, экзема, қан қысымы, жүрек ауруы, жүректен менде де ақау баратын, жүрек ауруы, мына қан диабеті, қаншама нәтижелер бар. Мына жастардың арасында бетіндегі безеулері, достар. Міне қазір енді онымен қоймай біз машиналарымызды, автомобильдерімізді жөндеп жатырмыз. Экономия болып жатыр. Экономия бола қоймай автомобильдеріміздің жаңағы мынау нелерінде мына қозғалтқыш педі, құдай атын еді, қозғалтқышын тазартып жатырмыз, клапанын, солардың бәрін машинамыздың состояниясын дұрыстап жатырмыз, міне, достар. Сондықтан міне осындай нәтижелер бар. Енді осы өнімдерді қалай алу керек? Біз тек қана интернет арқылы тікелей заводқа заказ береміз деп бағана айтып кеттім. Енді қазір мен маркетинг жоспарына көшейін, достар. Қазір маркетингті, осы өнімдерді қалай аламыз? Біз қалай осы адамдарға жақсылық жасаймыз деп. Енді бұл компанияның бүгінгі күні ең бірінші келген серіктестерде бірінші күннен бастап табыс көзіне ие бола алады. Жаңадан келген серіктестер басқа компанияларға қараған уақытта 15-20 есе табыс
табыс көзі өте жоғары екен. Ал енді көшбасшылардың басқа компанияларға қараған уақытта табыс көзі 5 есе, 10 есе үлкен екен. Басқа компанияларда автобонус деп аталынады. Біздің компанияда лайфстайл бонус деп аталынады. Басқа компаниялар автобонус деп кредитке кіргізіп жатса, біздің компания керісінше кредиттен құтылыңдар деп бізге лайфстайл бонусты беріп отыр. Тағы да бір табыс көзі. 20 есе көп екен басқа компанияларға қараған уақытта. Компанияның 17 түрлі табыс көзі бар, достар. Компания өзінің табыс көзінен емес, бүткіл товар обороттан, достар, бізге жұмыс істеймін деген адамға 80%-ын қайтарып беріп отыр. Көрдіңіздер ме? Қандай жерде бұндай компания бар? Қаншама жақсылық жасай отыра, өзіңізде табыс көзіне ие боласыз. Енді біздің шақырылған әрбір адамымыздан, достар, мұны қараңыздар. Ең бірінші табыс көзін көрсетейін. Компанияға тіркелу бағасы сіз $100 алсаңыз да, $10,000 алсаңыз да, 100,000 болмаса $1,000,000 алатын болсаңыз да, сіз бір-ақ рет өзіңізге $126, қазіргі таңда 55-60 мыңның көлемінде, болмаса $136 сіз өзіңіз продукция, өнімдер ала аласыз. Өзіңізге және өзіңіздің отбасыңызға, достар. Және де міне компания оны сізге тіркейді. Юта штатындағы заводқа тікелей заказымызды береміз. Сол жерден бізге өзінің упаковкасын жасайдағы жақын жердегі почтаға, почтовый отделенияға шейін сіздерге DHL деген компания алып кеп береді. DHL компаниясы сертификаты, лицензиясы жоқ компанияларды алмайды. Сондықтан біздің компанияның өте керемет, өте табиғи сертификаттары, лицензиялары, сол лабораторияда медицина қызметкерлері, ғалымдар, Нобель сыйлығына ие болған ғалымдар жұмыс істеп отырғанын осы жерден ақ байқап отырған боларсыздар. Әлемдік 13 сертификаты бар болғаннан кейін. Енді қараңыздар, достар, әрбір шақырылған адамыңыздан сіз $35 аласыз. $35 дегеніміз қазіргі таңда бүгінгі күнге 17,000 теңге. Қаншама шақырсаңыз, сонша әр адамыңыздан 17,000 теңге алып отырсыз. Бірінші ғана, мен жаңа 80% деп отырмын ғой, бір ғана табыс көзі, бірінші табыс көзінен сіз міне қарап отырыңыз, 38% алып отырсыз. Бірінші табыстан ғана. Қалған 16 табыс көзі бар әлі бізде. Қараңыз, енді екінші табыс, мен сіздерге 17 табыс көзінің бәрін айтып түсіндірмеймін, достар. Қазір мен сіздерге бір 3-4-еуін ғана көрсетемін, достар. Сондықтан соң мұқият тыңдаңыздар. Сіз келдіңіз, өзіңіз заказ бердіңіз, 2 адаммен таныстырдыңыз. 2 адамды осы компанияға келдіңіз. Жақындарыңызды, көршілеріңізді, достарыңызды, туыстарыңызды айта жата. 2 адамды шақырдыңыз, 2 адамыңыздан $35-35 $70 алдыңыз. Яғни бүгінгі таңда ол 34 бинарымен бірге 35,000 теңге. Және сол адамды үйреттіңіз, достар. 2 адамнан шақыртып үйреткен кезде схема бойынша, міне 2 адамнан шақырған кезде сізге тағы да компания $100 төлейді. Бірге $170. Қазіргі таңда теңгемен шаққан кезде 85,000 теңге, достар. Міне Қазақстанда осы айлыққа да жұмыс істеп жатыр елдер. 85,000 теңге шақырғаныңыз 2 адам және соларды үйреттіңіз, достар. Көрдіңіздер ме? Енді бізде компания өзіміздің Дэн Путнам, біздің мына Астанаға келген кезінде, былтыр күз айында келген кезінде, бізге кереметтей схеманы тағы да үйретіп кетті. Ол бұрыннан да бар, бірінші күннен бастап бар. Біз қазір сіздермен бірге қолға алып жатырмыз сол схеманы, достар. Барлығымыз бірге бастап жатырмыз. Компания 5 жыл болса да, әлемдік нарықта, достар, мына бүткіл компанияларда 10 жыл, 30 жыл, 20 жыл, 50 жыл болған компанияларды артқа қарай тастап, әлемдік нарықта 4-ші орында тұр. Сайтты қараңыз, Business4Home деген, сол жерде 4-ші орында тұр, достар. Енді қараңыз, мына схеманы көріп тұрсыздар. Өзіңіз келдіңіз, 2 адамды шақырып қойдыңыз да, басқа адам шақырған жоқсыз. Тек қана соларды үйреттіңіз. 2 адамыңызды үйреттіңіз, достар.
Бірінші ай, мына 12 айға бөліп қойған. Суретте қарап отырсаңыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 12 ай достар. Көрдіңіздер. Бірінші айда сіз 2 адам шақырдыңыз. Иә? 2 адамыңыздан 35 доллардан 70 доллар көрдіңіз. Бинарыңыз міне 71-де 5 болды. Мен 71-де 5 болды. Қазір 34-35 мың теңге шақырғаныңыз 2 адам. Екінші айда сол адамдарды қозғадыңыз. Оларда, яғни, оларда 2 адамнан шақырды. Яғни, сіздің табыс көзіңіз барлығы мына өзінің заказын берген кезде 121 болды. Сол 2 адамнан тараған адамыңыз, оларда 2 адам шақырды. Және 3-ші айда достар, олар да 2 адамнан шақырған кезде сіздің табыс көзіңіз 150 доллар болды. Сіз тек қана қадағалап отырсыз оларды. Достар, көрдіңіздер ма? 2 адамыңыздан шыққан адамдарды қадағалап отырсыз. 4-ші айда сіздің табыс көзіңіз 210 доллар болды, достар. Көрдіңіз ба? 100 мың теңгеден асты. 5-ші айдағы сіздің табыс көзіңіз, достар, 360 доллар болды. Міне. 360 доллар 2 адамнан шыққан адамнан табыс көзі. Теңгемен шаққан уақытта, достар, 162 мың сіздің айлығыңыз, достар. Қазіргі таңда Қазақстанда бұл орташа есеппен алғанда табыс елдердің айлығы. Ал біздің үйде жатып алып, тек қана 2 адамның командасымен жұмыс істеп отырсақ, міне 162 мың теңге айлығымыз бар екен. Енді 6-ші айдағы айлығыңыз сіздің, достар, көбейді. Қараңыз, схеманы қараңыз, 775 доллар болды. Сол 2 адамды тек қана қадағалап отырсыз тағы да. 6-ші айда да. 2 адам, 2 адам, 2 адам, 2 адам. Қараңыз, сіздің табыс көзіңіз 348.750 теңге болды, достар. Міне. Ал енді 7-ші айдағы сіздің табыс көзіңіз, сол 2 адамнан шыққан командаңыздан алған табыс көзіңіз 1875 доллар. Бар жоғы 7 айдың ішінде сіз табыс көзіңізді міне 843 мың теңге болды, достар. Қараңыз, сіздің 7-ші айда міне 2 адамнан шыққан командаңыздан 843 мың теңге. Ал енді 9-ші айдағы сіздің айлығыңыз 3675 доллар. Теңгемен шаққан уақытта, міне, достар, 1.653 доллар болды. Достар, көрдіңіздер ма? Өте керемет емес па? Ешкімге өкпелемейміз, міне өзіміздің тірлігімізді жасап жатырмыз. Айлық деген, табыс деген міне осы жерде. 8-ші айды көріп тұрсыздар, 3 миллион. 10-ші айды көріп тұрсыздар, міне 14 мың доллар. 6.480 мың. Өте бір керемет, өздеріңізге автомобиль ала аласыздар салоннан. Ал енді 11-ші айдағы сіздің табыс көзіңіз 28 мың доллар, достар, 28.750 теңгемен шаққан уақытта 12.937 мың, 13 миллион, достар. Қараңыздар, біздің Тараз қаласынан бұл ақшаға 2 комнатты үй алуға болады, достар. Көрдіңіздер ма? Ал енді 12-ші айдағы сол 2 адамнан тараған командаңыздан 57.330 доллар сіздің табыс көзіңіз. Теңгемен шаққан уақытта 25-26 миллион теңге, достар. Міне компанияның бізде 80%-ды қайтарып береді дегені осы. Бұдан басқа да табыс көздері бар. Достар, осындай айлық үшін 2 адамды айналаңыздағы өзіңіз жақсылық ойлайтын 2 адамды шақыруға бола ма? Қазір мысалы мен тағы да ойлап отырмын өзім. Тағы да қандай 2 адам бар? Тағы да қандай 2 адам бар менің шақырам? Кімге мен денсаулығын жөндеп, және табыс көзін жөндейтін қаншама айналамда толып жатыр, достар. Табыс көзі аз, бала шағасына жетпейді, өздеріне жетпейді, кредитте отырған, арендада отырған, қарызға кіріп кеткен айналамызда 2 адамға айтып, соларды қадағалап отырсаңыз, міне осы айлыққа жетуге болады, достар.
Бұл схема 2-2 деп аталынады. 2 адам шақырып, оларға әрқайсысына 2 адам шақыруды үйрету, достар. Міне табыс көзіміз осы. Қарап отыра бергенде, мен өзім ешқашан, міне қазір өзім тұрмын, ешқашанда мен мемлекеттен ешқандай көмек алған емеспін. Достар, біреуіміз мемлекетке өкпелеп атамыз, біреуіміз табыс көзімізге ренжіп атамыз, біреуіміз бастығымызға ренжіп атамыз, біреуіміз жұмыс істей алмаймыз деп қолымызды қусырып үйде отырамыз. Көп адамдар бар біздің арамызда. Ал енді солардың бәріне, осы адамдарға осыны айта отырсақ, олар да денсаулықтарын жөндей отыра, табыс көзінде жөндеп алады, достар. Міне бүгіннен бастап, қазірде сіздерде мен қазір байқап отырмын, кімге айтсам екен деп отырған шығарсыздар. Мен солай түсініп отырмын әрқайсыңызды. Міне бізде ең актуалды нәрсе қазір бізде денсаулық. Денсаулықты жөндей отыра табыс көзі. Екеуі де бар, екеуі де актуалды нәрсе. Сондықтан денсаулық та бар, бізде табыс көзі де бар, достар. Міне осы біздің бүткіл ақпарат, достар. Осы ақпараттарды есту үшін, тағы да есту үшін арамызда қазақша түсінбейтін кісілер бар. Ол бізде аптасына бір рет әр дүйсенбі күні кешкі сағат 9:00-де, 21:00-де Алматы уақытыменен бүткіл командаға орыс тілінде бізде осындай ақпараттар болады. Көптеген нәтижелер шығады. Тек қана біздің осы қазақ тілді оқырмандарға емес. Сол жерге де барып тыңдаңыздар. Әр сәрсенбі күні кешкі сағат 9-да, міне бүгін кешкі сағат 9-да бізде тікелей эфир болады. Қазақ тілінде, қазақ тілді оқырмандарымызға, қазақ тілді біздің жақындарымызға, серіктестерімізге, міне бүгін біз қазақ тілінде тікелей эфир жүргізіп жатырмыз. Әр бейсенбі күні кешкі сағат 9-да бізде серіктестерге арналған тренингтер болады. Сол тренингтерден көптеген ақпараттар білесіздер. Қалай жұмыс істеу керек екенін, қалай сөйлеу керек екенін, біздің адамдармен қалай жұмыс істеу керек екенін, мына 2-2 деген біздің схемамыз қандай екен, қарыздан қалай құтылуға болады, мына интернетте қалай жұмыс істеуге болады. Соның бәрін үлкен деген бізде отырған жоғары жақта үлкен дәрежеге жеткен нәтижесі бар, табыс көзінен де нәтижесі бар, денсаулығынан да нәтижесі бар біздің серіктестер, біздің даймонд статусындағы дәрежеге ие болған серіктестер сол тренингті жүргізеді. Әр күні біздің Тараз қаласында өзімізде офисіміз бар. Сол жерде де біз ақпараттар беріп жатырмыз. Күнделікті біз адамдарымызға ақпараттар беріп отырмыз, достар. Сондықтан келем деушілерге әрдайым есігіміз ашық. Ал әр жексенбі күні түскі сағат 14:00-де Алматы қаласы Желтоқсан көшесі бизнес-центр Астрада біздің Ғалия Серғазина бастатқан сол жерде адамдармен, біздің серіктестермен және қонақтармен кездесу өтеді. Сол кездесуге Алматы жанындағы, Алматы маңындағы, Алматы қаласындағы серіктестер және қонақтарыңызды ілестіріп баруларыңызға болады. Алматыда тұрмайтын қонақтарыңыз сол жерге жіберіп отыруларыңызға болады. Мына Тараз қаласындағы біздің офисімізға, мына орталықта ITK би көшесі 3А бизнес орталық Fidelity-да біздің өзіміздің офисіміз бар. Сол жерге өздеріңіз Тараз қаласында тұрмасаңыздар, басқа қалада тұрған болсаңыздар, адамдарыңызды, қонақтарыңызды естігісі келген, денсаулығын түзегісі келген, болмаса табыс көзін жөндегісі келген өздеріңіздің таныстарыңызға айтып, шақырып, болмаса ілестіріп келулеріңізге болады. Мен сіздерге тек қана жақсылық тілеймін. Жақсылықтың жаршысы болайық, барлығымыз аман есен болайық. Бұрын сіз осы жақсылықтың жаршысын жасап жүрген адамның арқасында сіз де денсаулығыңызды жөндедіңіз. Айхан Ақмарал еще у нас. Аха, сіз де табыс көзін жөндедіңіз. Сондықтан қазір табыс көзі деп жатырмыз, достар. Міне біздің арамызда өте үлкен табыс көзіне жеткен кісілер бар. Тек қана табыс көзіне жетіп қана қоймай, өздерінің жаңа айта кеттім ғой, кредиттерінен құтылып жатқан кісілер, пәтер алып жатқан кісілер, автомобиль алып жатқан кісілер бар. Сондай адам біздің арамызда да отыр. Ол мынау осы
біздің Бепик компаниясының өзінің көшбасшысы, серіктесі, мына платина статусындағы серіктесі арамызда отыр, достар. Сіздер қараңыздар, сіздер бақыттысыздар. Осындай кісіменен бірге отырсыздар, достар. Сондықтан компанияда официально сайтқа шыққан 100К деген бар. $100,000 ие болған кісі. Ол осынша жұмыс істеп жүрген есесінде осы Бепик компаниясында қанша уақыт болды, соның аралығында $100,000 ие болды. Мына көрдіңіздер, мынандай өте керемет результат, нәтижеге шыққан. 100К дейді, бұл клуб 100К. Соның ішінде мына өзіміздің серіктестер, мына Залина Дерова, Айболат Құспанов деген барлығы біздің серіктестер. Нұрлан Сарбасов дәрігеріміз, Ботагөз Салменова дейді, Светлана Тахушева дейді, біздің Кавказдағы серіктесіміз. Аминат Бориева кеше мына серіктесіміз өзі тікелей эфир жүргізді. Соның ішінде сіздер Ақмарал Қылышбаева, біздің Жамбыл облысы Меркі ауданынан араларыңызда отырған серіктесіміз 100К-ға ие болды. Ақмарал, микрофонды құттықтаймыз сені. Осындай 100К-дан басқа қазір 250, 500, 750 миллион деп соның бәріне жетуіңе тілектеспіз. Біз жоғары жақтағы сенің тәлімгерлерің, сенің жаңағы спонсорларың дейді ғой, сенің тәлімгерлерің, көшбасшыларың, біз өте қуаныштымыз. Әр серіктесіміз осындай дәрежеге жетіп атса, біз қалай қуанбаймыз, достар. Сондықтан барлықтарыңызды осындай дәрежеге жетуіңізге тілектеспіз. Ал Ақмаралға микрофонды берейік. Ақмаралды барлығымыз ду қол шапалақпен қарсы алайық. Ақмарал, микрофон өзіңде. Ой, қандай керемет, действительно. Рахмет, барлықтарыңызға кеш жарық. Осындай прямо кешеден бері бақытқа басым айланып отыр. Прям неожиданно. Последний раз, когда мы понедельник күні Zoom-да отырып, сол жерден фамилиямды көріп қалсам бола ма? Ойбай, қандай керемет депші. Сондықтан айтарым керемет вообще. Мен бұл компанияда, бұл капсуламен таныс болғаным уже 5 жыл болды. Ең бірінші, я довольный клиент. Просто ела, восстанавливала свое здоровье, өз денсаулығымды орнына келтірген. 120 килограммнан қазір қыздай болып жүрмін. Тізем ауыратын, басым ауыратын, өтім ауыратын, миома, варикоз барлығын орнына келтірдім, шыдадым, толғандым дейді, біресе шығып кеткім келеді, біресе кіріп кеткім келеді дегендей. Сөйтіп жүріп, сол кезде айтқан, бұл жерде табыс көзі бар жоқ, маған только денсаулық керек деп, міне қызымыз екеуміз бүт семьямызбен алып ішіп отырдық, орталарымыз, ағаларымыз, бауырларымыз, көршілерімізбен. Сөйтіп отырғанда 19-шы жылы міне Райханға рахмет, сол кезде мен Райханмен таныс болдым. Сол кезде мен Галия Сергазинамен де таныс болдым. Өстіп отырып, Тараз қаласынан Райханды көріп, ешқайда қашып кетпейсіз, ұшып кетпейсіз ба? Точно осы компанияда до конца боласыз ба десем, я дедім, все дедім, вы будете моим наставником, все, я с вами, вы меня будете учить. Говорят, здесь хорошие деньги. И вот сол бірінші күннен бастап, міне қандай керемет, тұрған Таразға барып, $35 қалай табатынды үйрендік. Әрине, ол кезде көп адамдар соткамды басқанды білмейміз, соткамен ақша тапқанды да білмейміз, қорқамыз білсек те, көп нәрсеге через страх. Мен всегда айтамын, қорыққан адам бір нәрсеге жетеді. Қорқып тұрса, оны тастамаңдар, ол адам, значит, бір сондай бір нәрсені ашады деп, баяғыда сөйтіп айтатын, қорыққан адам осы деп. Сондықтан міне қалай серебро жапқанымды білмей қалдым, қалай золото жапқанымды білмей қалдым. Платинада вообще $1000 прям тоже опять осындай Zoom-да отырып, басатын нәрселердің бәрін үйреніп, ана жерді бас, мына жерді бас дейді. Бүйтіп басып отырсам, $1000 отырып тұр. Да вы что деп, 3 ай прям шаштық. Немерлеріме Алматыға барып, күйеу балама, қызыма көрсетіп жатырмын. Соның бәрі бинардан, балдан жиналады. Өте 17 вид доход деп отырмыз ғой, соның барлығы бар екен. Но просто легко и быстро дейді ғой, легко и просто делай. Мына басшым, менің көшбасшым Райхан,
иногда я такая ленивая была, айқайлап та жібереді, оған да көнемін, хорошо дей саламын да, и делаю. Аха, делать надо. Ананы істедің ба, мынаны істеймін, мына жерде бүйтесің, мына жерде сөйтесің, уақытысымен бұл деген, соның барлығы тәлім тәрбиеге жатады. Біреусіне ренжіп, айқайласу деген хорошо, өйткені мен алдындағы басшымын ғой. Мына лидер достается тому, кто достает дейді. И лидерден да өсіп кетуге де болады деп, сол кезде Райхан айтып жүреді, маған сен менен де өсіп кетесің десе, ойбай, қалай өсем сізден десем, міне осындай жағда, Райхан қайда деп қоямын. Сондықтан өте керемет, мен осындай компания, осы мен еңбегімнің бәрін бағалап, оказывается, мен өте көп пакет аламын, значит, менде потребительдерім өте көп. Менде өте көп, я бағана айтылды қой. Мен просто сөйлемеймін, я пристаю, я кричу, я пою. Тұра қалам, тұра қалам. Білмейтін адамдар өте көп. И содан кейін жұмыс таппай жүрген, везде сокращения идут. Қандай керемет. Смотрите, или 8 нужен всем и всегда. Оны айтқаннан кейін, а вы знаете, бұл жерде табыс көзі де бар, говорю. Предлагайте, кому-то осындай айтып жүріңіз, ой, сенбейді деген сөздер, анау битпейді деген сөздің бәрін убирайте. Прям көңіліңізбен, я к любому көңілменен достаю. Подхожу. Вот кешеде мен апаларым бастап жатыр, соларға мен үшке бөліп бересем, мен әр бөліп жатқанда мен айтамын, менің ең қиын жұмысым осы капсуланы бөлу. Қиналып жұмыс істеп жатырмын, апа десем, тықылдап күледі ғой. Енді мен әр менен бүйтіп бұраған сайын мен Құдайдан тілеп, ішінде сіз деген денсаулық деген жолға түсіп, ол да оңай емес денсаулық жолға түсу. 100-ге келсін, 100-ден ассын десем, амин дейді. Қаншама адамдардың осындай несін аласың, батасын. Бүйтіп, главное, не ленитесь, главное, тастап кетпеңіз, минимум 3 ай шыдаңыз, анау мынаулар болады, вперед, слушайыңыз деп жіберемін. Сөйтіп отырып мен былай адамдарға бергем. Былай адамдарға. Ну, 60-70-делер бар, енді олар да ары қарай бастап осындай керемет. Содан кейін мен біріншіден айтарым, рахмет біздің көшбасшыларға. Мына Айболат қандай молодец, Нұрлан у нас, Галя Сергазинаға рахмет, Зәмзагүл, вот, Райхан, вот, вообще керемет сондай компанияның ішінде, сондай көшбасшыларымыз бар. Содан кейін рахмет, мен командаға рахмет айтам. Менің де Ақбаян бар, Манат әкпен бар, Роза Илдашева, Айман әкпей бар. Жетеді мына жерде көп, басқаларда да жетеді. Командам өте көп. Рахмет. Содан кейін мен компанияға рахмет айтам. Уақытысыменен пакет жеткізіп отыр. Содан анда сені подаркасын беріп қойды. Айқа, маған бір нәрсе қосып, қосыны жоқ, маған қосыны жоқ еді. Маған қосыпты деп қояды. Ол да қандай керемет. $35 мгновенно аласың. Қандай керемет. Көзің прям банка болады да, сол бір 10 секундтың ішінде. Содан кейін жаңағы аптасын алып атқанда айтам, бірақ маған $70, маған $100, маған $500 түсті деп айтып қоямын. Соның өзі аптасында бинардан. Потом ай сайын алатын. 2 адамды таптың, 2 адам тапты $100. 3 адам таптың, 3 адамды тапты $300, $400, $500, өзінен өзі. Соның өзі уақытысымен ақшасын төлеп жатыр. Қазір қаншама жерлерде жұмыс істейді, ақшасын аламайды. Еңбегі жұмысты сонда міне алады, и ақшасын бөліп тастайды, кесіп тастайтындар бар. Сондықтан говорите, это антикризисная программа, любому приставайте. Бұны любой адам үйреніп кетсе де болады. Кішкентай школьникті ақша тапса да болады. Сондықтан осындай бір жақсы компанияның ішінде болғаныма, осындай серьезный, добросовестный, сондай компанияда болғаныма мен керемет мақтан тұтамын. Но и рахмет мен басшыларыма, сол менің каприздеріме шыдаған. Қандай капризный әйелмін, капризный партнермін, капризный клиентпін. Бетіңді аш десе, бетімді де ашпай қоямын. Сондай нәрсе, содан ашып қоямын, біресе жауып қоямын дегендей. Содан кейін мынандай обратный связь жаз десе, бірде жазып, бірде жазылмай қалатыны бар. Оны да жазу керек. Он жазылмай қалады деген сөздерді демей. Содан кейін бар, всегда содан кейін выкладывать. Соцсети, жаңағы Инстаграм бар, жаңағы рассылка бар. Соның бәрін мен Райхандадым, рассылка, өте осы рассылка не қылам десем, последнее время я сама тоже требую. Рассылка, знаете, как хорошо работает. Сонда клиенттің өздері сұрақ қояды, өздері жауап береді, мне де сұрайды, соның қандай өздері жазылады, өздері алады. В общем, мы должны вот так, продукт своего продукта. Прям өзің бетінде жазылып тұру керек та. Сондай бір капсула, қандай керемет жерде жүрмізде. Ешқандай ерінбай-ақ, ертең менен бір капсуланы іштік, суды іштік, болды, біздің жұмысымыз су ішіп жүру. Соның арқасында мен қазіргі здоровыймын. Я еще молодая, энергичная, я действительно прямо летать охота. И поставила такой большой цели, вот кешеден бері, дедім да, типа алдыма пландарды қойып жатырмын да, все, дедім, Марал, все, просыпайся,
все у тебя. Если тебя вот так признают, то, что так делают, это действительно не ради признания работала, кто-то ради признания, да, я лучше делала, потому что я делаю добро. Рахмет, Жақсылық жасау Марал. керек, жақсылықты жасап отырмын. Сондықтан келіңіздер, кіріңіздер, білмесеңіздер сұрақ қойыңыздар, понедельник, вторник, среда күні қандай керемет, мына қазақшаларды, қандай керемет қазақша. Мен действительно, мен өзім орысша жақсы түсінемін, а қазақша сөйлей бастадым қазір, мен қазақша қақсай бастадым дегендей. Сондықтан көп нәрсені бәрін үйренуге болады, үйретуге де болады. Саған, Марал, саған ары қарай өзіңнің 100К емес, енді 250, 500 деп жатыр ғой, рейтингтерде шығып жатыр ғой, сондай рейтингтер шығар. 750К, Марина Куранова сияқты. 750 жаңағы миллион дегені бар ғой, сол миллионға шығуыңа тілектеспін. Тек команданы шығару арқылы шығып жатырмыз ғой, сондықтан командаңа да соны тілеймін. Барлықтарыңызға осы Марал сияқты 3 жылдың ішінде $100,000 табыс тапқан Маралдай барлықтарыңызға соны тілеймін. Міне достар, қазір енді біз қоштасуға дайынбыз. Рахмет, Марал, саған барлықтарыңызға осыны тілеймін. Ал енді Бепик компаниясының жаңағы өздеріңіз көріп отырсыздар, өте ерекше компания, өйткені сапасы көріп отырсыздар, компанияның өнімдерінің сапасын көріп отырсыздар, қандай алғы шептегі технологиясы бар екен, бір ғана біздің иегеріміз бар екен, 80% біздің табыс көзіміз бар екен, 17 түрлі табыс көзіміз бар екен, білет. Компанияның өте жас екенін біліп отырсыздар, міне 5 жылдан енді ғана ашты. 5 жылдан болса да, міне достар, мен айта кетейін, 5-ақ жыл болса да компания, егер де компания 1 жыл, 2 жыл болса, ол компаниялардан қорқу керек, жаңадан шыққан компаниялардан қорқу керек. Өйткені ол 3 жылға шейін ол компания, ол аяғынан тұрады ма, ары қарай алып кете ме, алып кетпей ме, білмейміз. Ал 3 жылдан жоғары қарай болса, ол компанияны көру керек. Яғни біздің компания 5 жыл болды. Міне көрдіңіздер ма? Ал уже 15 жыл, 20 жылдан асқан компанияларды, олар уже аяғынан тұрған компания болса да, олардың технологиясы және маркетинг жоспары өте ескі олардың, достар. Сондықтан жаңадан шығып жатқан компания, міне делдалымыз жоқ, заводтан тікелей заказ беріп жатырмыз. Өте керемет, кірген адамдардың бәрі 100% нәтиже көріп жатыр. Сондықтан барлықтарыңызды шақырамыз, жаңадан қонақтарыңыз келіп жатса. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін, аман есеншілікте кездесейік. Ертең серіктестер, ертең тренингте кездесейік. Басқа кісілерменен әр дүйсенбі, әр сәрсенбі қазақ тілінде болады. Сол жерге қонақтарыңызды шақырыңыздар, достар. Сол жерде барлығымыз кездесейік. Келесі кездескенше аман есеншілікте кездесейік. Жақсылықтың бәріміз жаршысы болайық. Аман есендікте болайық.